Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен экоблогер. Қарағаш жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші сынып оқушысы Шайдуллинова Амина. Және де мен Қазақстанның әлеуметтік мәселелері жайлы әлеуметтік бейнеролигімді сіздерге ұсынамын. Жалпы экология дегеніміз не? Экология деген ол біздің қоршаған ортамыз. Біздің айналамыздағы жанды және жансыз дүниелердің барлығы қоршаған ортаға жатады. Бүгінгі таңда қоршаған ортаға тікелей және жанама түрде қауіп төніп жатыр. Қазіргі уақытта технологияның дамуы түрлі мүмкіндіктерге жол ашқанымен табиғатқа зиян тигізіп қоймай, қоршаған ортамыз үлкен қауіп үстінде тұр. Соның ішінде қоқыспен ластануы, пластик бөтелкелеріндегі сусындар мен өнімдер, күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын, бірақ табиғатқа үлкен зиян келтіретін материал. Бұл жағдайдың табиғатқа қандай залал келтіріп жатқанын да ұғынбаймыз. Бір рет қолданылған қоқысқа тасталынатын пластик ыдыстар жүздеген жыл бойы ыдырамай, қоршаған ортаны ластайды. Олар жердің флорасы мен фаунасына зиян келтіріп, мұхит, теңіз, көлдер мен ормандарды қоқысқа толтыруда. Бұл мәселені шешу үшін пластикті азайтып, қайта өңдеуді қолға алуымыз қажет. Қоршаған ортаны ластануын азайтудың ең оңай жолы энергияны, суды үнемдеу, немесе басқаша айтқанда табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану. Адамзаттың энергия тұтынуы үздіксіз өсіп келеді. Тастар өңдегі адам мен қазіргі заман адамының айырмашылығы әсіресе энергияны пайдалануда орасан зор. Адам өміріндегі ең қажетті ресурстардың бірі су. Оны үнемдеудің жолдарын айта кетейін. Күнделікті өмірде тіс жуғанда су кранын ашық қалдырмай, бір стақан сумен шектеліңіз. Осылайша артық су жұмсалмайды. Ыдыс аяқтарды жуғанда мүмкіндік болса, ыдыс жуатын машинаны пайдаланыңыз. Ал қолмен жуған кезде суды және жуғыш құралды үнемдеңіз. Жеміс-жидек, көкөністі арнайы ыдысқа салып жуу арқылы да біраз суды үнемдеуге болады. Үйден, бөлмеден шыққанда жарықты сөндіруді әдетке айналдырыңыз. Бұл қарапайым, бірақ маңызды ереже. Қуат үнемдеуші шамдарды қолданыңыз. Энергияны үнемдеу үшін кәдімгі шамдарды жарық диодты шамдарға ауыстырыңыз. Олар ұзақ қызмет етіп, аз электр тұтынады және қызбайды. Сондықтан энергия тек жарыққа жұмсалады. Тұрмыстық техниканы пайдалану ережелерін сақтаңыз. Қолданылмай тұрған құрылғылар мен зарядтағыштарды тоқтан ажыратып жүріңіз. Әсіресе электр плитасы мен энергияны көп тұтынатын ас үй құралдары. Мен мектеп парламентінің экология фракциясының министрі ретінде жоспарға сай, оқушыларға ай сайын қоршаған ортаны қоқыспен ластамау, энергия көздерін үнемдеу сияқты ақпараттық сағат өткізіп отырамын. Және мектебімізде жақсылық жаса экологиялық акциясы барысында оқушыларымыз пластикалық қақпақтарды жинауға белсенді қатысады. Қорытындылай келсек, табиғат біздің ортақ үйіміз. Сондықтан оны аялау, қорғау, қастерлеу әрбір адамның азаматтық борышы. Болашақ біздің қолымызда.